Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сізге бризольді дайындаудың ең тез әрі оңай жолын көрсететін боламын. Менімен бірге болып видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге тартылған ет пен жұмыртқа қажет болады. Бізге қажет барлық жұмыртқаны жарып, тартылған еттің үстіне қосамыз. Дәміне қарай үстіне тұз және қара бұрыш қосамыз. Жақсылап біркелкі консистенцияға келгенше араластырамыз. Егерде дайын болған масса қоюлау болып шығып жатса, сұйықтау болу үшін үстіне тағы да 1-2 жұмыртқа қосуыңызға болады. Табамызға аз мөлшерде сұйық май құйып қыздырып аламыз. Дайын массамызды қызып тұрған майға жұқа етіп жайып құямыз. Бризольдің екі жағын шамамен 2 минуттан жай отта қуырып аламыз. Бризольдің соусын дайындау үшін майонезге үккіштен өткізілген сарымсақты қосып араластырамыз. Майонезді ұнатпасаңыз, орнына қаймақ қосуға да болады. Және де сарымсақты өзіңіздің қажеттілігіңізге қарай қоспауға да болады. Бризольдің ортасындағы салмасы үшін қияр мен қызанақты майдалап турап шығамыз. Бризольді жинап бастаймыз. Ең алдымен котлетіміздің үстіне соусты жағып шығамыз. Ортасына қияр мен қызанақты салып, бризольді ақырындап ораймыз. Бризоль дайын, өте тез әрі оңай жолмен дайын болды. Сіз де міндетті түрде видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.